Барлығыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді восточный пирог жасайтын боламыз. Қазіргі хит болып жатқан пирогтардың бірі үй жағдайында жасайтын боламыз, қыздар. Ең алдымен ұнымыз, разрыхителіміз, қантымыз, майымыз, комнатный температурада болу керек, жұмыртқамыз, құрамына қосатын сгущенка, разрыхитель, жаңғақтарымыз, жүзімдеріміздің бәрін дайындап қоямыз. Ұнымызға қантымыз бен разрыхителімізді қосып араластырып аламыз. Одан кейін майымызды осылай ұнға нетіп алып, темір өткізуден өткізетін боламыз. Жақсылап барлығын өткізіп болғаннан кейін осылай ұнтақ болып шығу керек, қыздар. Үстіне бір жұмыртқамызды жарып араластыратын боламыз. Жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Қыздар, тестамыз уже дайын болды. Менде 24 сантиметрлік ыдысқа осылай тестамды жайып, үстіне жүзімдерімізді, кишмиштарымызды, жаңғақтарымыздың барлығын осылай қосатын боламыз. Одан кейін бетіне сгущенкамызды жақсылап сойып шығамыз. Қыздар, дайын болған пирогымызды 180 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап жеп көріңіздер. Алыс болсын. Каналыма тіркеліп, ұнап жатса лайк басып кетіңіздер.